Саламатсыздар ма, оқушылар? Бүгінгі менің өтетін сабағым туған жер. Орындаушылар Беркут пен Айша. Ең алдымен оны сіздерге орындап берейін, одан кейін ар жағын аккордтарын разбирать етеміз. Бірінші бізде өлең сөздерімен. Кеудем толы жырым ағым, жалындаймын жанығамын, мен өзіңе асығамын. Алыстама жасыл бағым, сағынғанда қасыңдамын, әсем ауылым. Өшпес оттай ыстық сезім, сағыныштан сынып төзім, буланды көзім. Туған жерім менің, думандала елім, қандай шырын сезім. Туған жерім менің, отаным бұл елім. Неке осылай. Енді бізде ең алдымен осы өлеңнің аккордтарын көрсете кетейін. Аккордтарын көріп тұрғандарыңыздай, бұл суретте бейнеленген. Енді бізде ең алдымен бұл бейнені тоқтатып тұрып, дәптерлеріңді түсіріп алған жөн деп ойлаймын. Енді бізде бірінші бізде EM аккорды. EM аккорды бізде екінші латта орналасқан. Екінші латта 5 пен 4. Одан кейін бізде S аккорды. Екі аккордты бір қағысқа сыйдыру керекпіз. Бірінші EM-ға 2 төмен. Одан кейін бізде келесі аккордымыз S, 3 жоғары, 1 төмен. Енді қағыс жөнінде айтатын болсам, 2 төмен, 3 жоғары, 1 төмен. Мінекей, осылай екі аккордты бір қағысқа сыйғызамыз. Енді бізде келесі аккордымыз G аккорды. Бұда да солай, 2 төмен, сосын 3 жоғары. Мінекей, бізде осылай қағыстар бөлініп кете береді. Енді тоқтаусыз ойнап көрейік. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай, бүгінгі біздің туған жер деген әннің аккордтары. Туған жер деген ән болатын. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар. Сіздермен бірге мен Нұрдәулет Абатов.